Бәріне сәлем, сіздермен бірге Беймілі платформасының YouTube каналы және де мен Саяжан Құдайберген. ОБТ біткен соң республика бойынша мемлекеттік грант конкурсы басталады. Мен қазір 4 таңдау кезінде неге назар аудару керек екенін айтатын боламын. Әзірге лайк басып, YouTube каналымызға тіркел. Біріншіден, грант конкурсы қалай, қайда өтетіні жайында түсіндірейін. Конкурсқа өтінім беру үшін egop.kz сайты арқылы жүзеге асады. Өтінім жіберген кезде оқушы 4 мамандық және 4 университет таңдайды. Мамандық таңдаған кезде ең алғашқыларына өз арманыңдағы мамандықты жаз. Себебі грант конкурсына ең біріншісіне грант ұтып алсан, қалған үшеуі автоматты түрде жойылады. Мамандықтың 4-еуін 4 түрлетіп жазғаның абзал болады. Себебі грант университетке емес, мамандыққа бөлінеді. 4 мамандықты бірдей қылып таңдасаң, демек сенде грантқа бір ғана мүмкіндік бар. Бірақ бұл қатып қалған ереже емес, сондықтан бірдей қылып таңдай беруіңе де болады. Біз бар болғаны саған грантқа түсудің жеңіл жолдарын айтып жатырмыз. 4 мамандық туралы түсініп, енді университетті қалай таңдау керек? Бұл жағынан шектеу жоқ. 4 мамандық 4 түрлі университетпен таңдасаң болады. Немесе 4-еуін бір ғана университетке жазсаң болады. Айтпақшы, тағы бір айта кететін жайт, таңдау жасаған кезде бұл мамандық қай университетте бар деп отырмайсыздар. Сен таңдаған мамандық оқитын университеттер автоматты түрде шығып тұрады. Сіздермен бірге болған Беймілі платформасының YouTube каналы және де Саяжан Құдайберген. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.